Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Әділ. Бүгінгі видео менің каналым туралы. Каналымды банға жіберген, заблокировать етіп тастаған. Основной каналымды не үшін заблокировать еткен, шын айтсам өзім білмеймін, бір ошибка болып қалған шығар. Основной каналым заблокировать қойған, және де заблокировать еткен менің каналым басқа бір каналмен байланысы бар екен, және сол каналдың нарушениесі көп, яғни страйктар бар, видеосына көп жалобы жүрген, сол үшін менің каналымды заблокировать етіп жүрген. Негізі бұл қате, бұлай болмау керек. Менің каналым ешқандай каналмен байланысы жоқ, авторский права ешқандай бұзылмаған, және де жасыл менің каналым таза, ешқандай страйкдым жоқ. Білмеймін неге заблокировать тастаған, бірақ ютубқа жаздым, мен ютубқа жаздым, олар восстановить ету керек, қайтып сообщениемді оқыды, кішкене күту керек. Бүгінгі видео сіздерден сұрайын деген көмек керек, менің каналымды восстановить ету үшін сіздердің көмектеріңіз керек. Себебі YouTube үлкен платформа, бұл жерде мыңдаған каналдар бар. Менің каналымды ұмытып кетуі де мүмкін. Сондықтан тек сіздер көмектесесіздер. Қалай көмектеседі сіздерге айтып өтейін. Кімде компьютер бар, сол адамдар көмектесе алады. Енді барлықтарында компьютер бар шығар. Осы видеоның описаниясына сілтеме қалдырам, осы каналым. Но мен основной каналым осылай болып қойған, заблокирован болғасын. Қалдырам, сол описанияна сілтеме арқылы кіреміз. Содан кейін мына жерде отправить отзыв деген бар. Сол отправить отзывты басамыз. Компьютермен кіресіздер. Қана загрузить скриншот шықсын. Осын басамыз да бүйтіп скриншот жасап аламыз, типа менің каналымды заблокировать тастаған сияқты. Сосын готовты басамыз да мына жерге отзывты мен сіздерге өзім айтам, комментарийға жазып кетемін, сол отзывты осы жерге қойып жазып жібересіздер. Мысалға мынандай отзыв: прошу снять блокировку данного канала. Здесь никогда не было ни спама, ни мошенничества. Блокировка яна произошла по ошибке, либо по злому умыслу. Міне осындай ретінде отзыв қалдырып кетесіздер, болды. Отзыв жаза алмасаңыздар, описанияға немесе комментарийға өзім осындай отзывтар жазып кетемін, екі-үшеуін. Соны жай ғана қойып жаза бересіздер. Тек бір адам бір отзыв қалдырсын, сол ғана жарайды. Немесе осыны жазып жіберсеңіздер болады, болды. Мен үшін ол үлкен көмек болады. Білмеймін, енді ютубта сондай баг болып қалуы мүмкін, енді қайтаратын шығар деп ойлаймын. Ютубқа жаздым ғой, енді қайтару керек. Негізі ошибка, ешқандай права, ешқандай дым бұзылмады, бәрін сақтап жүрмін мен. Авторский права, өлең бәрін без авторский қолдандым, ешқандай не проблема болмау керек негізі. Сондықтан бүгінгі видео сіздерден көмек сұрайын деген. Енді өздерін түсініп көрсеңіздер, қанша жылдан бері келе жатқан каналым, қанша видео салдым, қанша стрим, көп еңбектендім ғой, былайша соның бәрі келеді, бір күнде босқа кетіп қалғанда олай болмайды ғой енді. Сол үшін сіздерден көмек сұрайын бүгін. Соны істеп жүрсеңіздер өте қуанышты боламын. Основной каналым қайтып восстановить етсе өте керемет болады негізі. Күнде стрим, видеолар салынып тұратын болады баяғыдай. Әзірге осы каналға тіркеліп қойыңыздар, осы каналда әзірге видео, стримдер жасайтын боламын, енді основной каналымды восстановить еткенше. Достар, жалпы сол осы видеоның описаниясына сілтеме қалдырам, өз каналыма кіресіздерде отправить отзыв, скриншот жасайсыздар да, осындай отзывтар жазып кетесіздер, болды, басқа дым керек емес. Бір 100-200 адам жазса өте керемет болады, маған үлкен көмек болады. Менің каналыма осындай отзыв қалдырсаңыздар. Себебі болмайды ғой, қайда жоқ бір каналмен связан деп заблокировать тастаған. Сол достар, көмектесіп жіберіңіздер. Енді каналым солай болып тұр, енді қайтарылу керек, сіздердің көмектеріңіз керек, үлкен көмектеріңіз керек. Отзыв қалдырып кетіңіздер, өтініш. Описание, комментария, барлық сілтемелерді қалдырам, кіріп жай ғана осы отзывты копировать етесіздер де қалдыра саласыздар, болды, басқа дым керек емес. Осылай қалдырып кетсеңіздер үлкен рахмет айтамын. Достар, осымен видео аяқталады. Настроение вообще жоқ, енді өздерін түсініп көріңіздер, қаншама тер төккен каналым жоқ болып кеткенде. Солай болады. Ал достар, сау болыңыздар, осымен видео аяқталады. Давайте көмектесіп жатсаңыздар от души.